Ең жақсы соғыс жаудың жоспарын бұзу, келесі жерде оның одақтарын бұзу, одан кейін бөлінген күштерін жеке-жеке құрту. Соғыс өнері еңбегінің авторы, Қытай қолбасшысы әйгілі Сун Цзы бұл сөзді 2,5 мың жыл бұрын айтып кеткен. Түркілермен алысып әбден зәтте болған Шүршіт бұл нақыл сөздерді ұмытпаған, көшіріп жазып, басқа тілдерге аударып, том-том кітап қылып шығарды. Ал біз байырғы түгіл 20 ғасырдың басындағы зиялыларымыздың есімін әлі күнге толыққанды еске түсіре алмай жүрміз. Рухани жаңғыру деген ұранмен қаңғырғанымызға 30 жыл болды. Армысыздар. Бұл Елтірегі YouTube арнасы. Мен Думан Мұхаммед-Кәрім. Сун Цзы қазіргі Қытай империясының негізін қалаған қолбасшылардың бірі. Ол біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырда соғыс өнерін суреттеп, әскери дипломатия, шпионаж және ұрыс пен шегініс тәсілдерін суреттепті. Шүршіт ол тәжірибенің бәрін кіммен жауласып жинады? Әрине, түркілермен. Ақыры ұлы Қытай қорғанын соғып, 2000 жылға өзін қоршап алды. Сун Цзы сөзіне сенсек, Сарықтай сол кезде түркілерді бір-біріне айдап салып, Қара Қытайға айналған. 2,5 мың жыл өтті. Қытай тактикасы өзгермеді. Бірақ ол кезде алып көршімізді аталарымыз шақырып төріне шығармаған. Ал қазіргі билік ел экономикасына қаржы құятын инвестор деп төрімізге шығарды. Әйгілі Мөде Қаған естеріңізде болар. Қытай басшылары сол кезде біздің Қағаннан 90 мың жылқы сұрап келіпті. Берген екен. Артынан сұлу әйелін сұраған. Оны да беріпті. Тағы бірде Қытай билігі жер сұрапты. Сол кезде Мөде Қаған: жердің жақсы жаманы болмайды. Жер мемлекеттің негізі. Ол ешкімге берілмейді деп Қытайға соғыс ашып, талай жерін тартып алып қойыпты. Міне сол кезде Қытайлар ұлы қорғанын салып алды. Әуелі қытайлық зауыттар мәселесінің қайдан, қашан шыққанын және оны кім көтергеніне тоқталсақ. Біздің елде негізі бәрі дежавю, саясат, ақпарат дегеннің бәрі ұқсас. Осыны қайдан естідім деп ойланып отырып қалатынымыз бар. Кез келген мәселе алдымен сыбыстан басталады. Ол сыбыс қайдан шығады? Әрине, биліктен. Кеңестік КГБ-ның ескі мектебі үйреткендей Нұржүйе кез келген саясатты сыбыс жіберумен бастайды. Президент құзыры, қайта-қайта сайлануы, елбасы мәртебесі, жер сатылымы, билікке қажетті конституциялық реформа. Мұның бәрі Ақордадан шыққан сыбыстан басталған. Сыбыс өсекке, өсек сосын ақиқатқа айланып шыға келеді. Қытайлық зауыттар мәселесі де тура сол. Бұл мәселе сыбыс түрінде сонау 2012 жылы шыққан. Бұл бекер сыбыс емес екенін Қытайдың сол кездегі басшысы Си Цзиньпин 2013 жылы Астанаға келгенде түсіндік. Бір белдеу, бір жол бағдарламасы сандырақ емес екенін білдік. Жұрт қалай қабылдады? Ақорда халықтың тамырын басып көрді. Момын қазақ үн-түнсіз. 2015 жылы Си Цзиньпин Астанаға тағы бір ат басын тіреді. Бір белдеу, бір жол, яки қазақшалағандағы нұрлы жол жобасын тағы бір еске салды. Қалың қазақ әлі үн-түнсіз. 2016 және 2017 жылдар Ақорда тағы бір сыбыс жіберді. Қытай қазақ еліне 51 зауыт алып келмек екен. Көз ашық көкірегі ояу белсенділер мұның астарында не жатқанын түсінді. Қытай экспансиясы басталғанын айтып дабыл қақты. Бірақ ол дабыл 1000 қазақтың біреуіне ғана жетті. Қалғаны қалың ұйқыда. 2019 жыл 51 зауыт, 55 зауыт болып шыға келді. Белсенділер Қытайдың ескі зауыттары қазақ табиғатын құртады деп шулады. Билік бұл ақпаратты теріске шығарды. Теріске шығарғанда қалай шығарды? Ол жоба емес зауыт, зауыт емес жоба, ескі емес жаңа, жаңа емес жоғары технологиялы дегенді айтты. Бұл жаңылтпашты мемлекеттік ақпарат құралдары жарыса жазды. Экономикаға тиімді жаңа жұмыс орны ашылады және қазақ ыстан индустриалды инновациялы ел болып байып шыға келеміз дегенді санамызға құйды. Мойындау керек, ол өтті, өтпей қайтсын. Қара қазақтың 90% биліктің аузынан шыққан әр сөзге сеніп келе жатқанына
30 жыл болды. Дағдарыс басталса қаржы секторына қолдау танытуымыз керек деп банкирлерге триллиондар беріледі. Шикізат қана сатумен айналысып отырған мүйізі қарағайдай ірі кәсіпорындарда триллиондар алады. Неге? Өйткені ол ұлттық экономиканы өлтірмес үшін керек деп сендіреді. Халық сенеді, сөйтіп нұрлы жер, нұрлы жол, бизнестің жол картасы сияқты жүздеген бағдарлама іске асады. Ол саны көп, сапасы жоқ жобалар қандай нәтиже берді? Оның әрине сұрауы жоқ. Бюджеттен заңды түрде ақша шығарып алды деп айтамыз да қоямыз. Ал қара халықтың қамына келгенде мемлекетте әрине қаржы жоқ. Жағдайы төмен отбасылар, банктен несие алып қарызға белшесінен батқан адамдар, көп балалы аналар. Бұған келгенде биліктің ұстанымы қандай? Лозунги поднимают. Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так а ты о чем думал? Это же твои проблемы. Ты же с государством не советовался когда-то? Если государство решает свои задачи и дает, нет, мало, давай еще. Смотрите. Түрлі мемлекеттік бағдарламалар мен реформалардың аяғы нәпсіңді тида екі сиыр асыраумен тынады. Мемлекет ұсынған әлгі қытайлық тиімді 55 зауыт елге не береді? Құны қанша? Бұл туралы билік тұшымды ақпарат бермейді, өзіне керегін ғана айтады. Ұлт белсенділерінің бірі белгілі саяси стратег Ербол Әли мына құжаттарды қолына түсірді. 55 жобаның қайсысы іске асты, қайсысына қанша қаражат кім бөлді? Құжаттың толық нұсқасын арнаның Фейсбуктегі парақшасына қалдырамын. Сілтемесі төменде көрсетіледі. Оқып көріңіз, құйылған қаржыға қарасаңыз шашыңыз ағарады. Бәріне тоқталмаймын, бір-екеуін айтайын. Құрғақ сүт өндірісіне 22 миллион доллар салынбақ. Жылдық өнімі 3000 тонна. Ол өзін қашан ақтайды? Бұл 55 жобаның ең арзан дегеннің бірі. Кейбір жобаларға миллиардтаған қаражат салынады екен. Қытай ол соманы қашан қайтарып алады? Қыл арқан неше ұрпағымыздың мойнына салынады? Ертең бір о жерде бір конфликт болатын болса, қазақтар мен қытайлардың арасында, бізде ондай конфликттер постоянно болады, өздеріңіз білесіздер. Екіншіден, тағы да басқа бір нәрсе болатын болса, олар армиясын кіргізіп, жаңағы не бойынша бұл бәрі заңды деп айтады ертең. Біз мұны кіргіздік, өйткені біздің завод, біздің адамдар, біздің инвестициялар, біз оны қорғауымыз керек. Ертең ешкім ештеңе істей алмай қалады. Біздің енді армия мен Қытайдың армиясын жаңа салыстыруға мүмкін емес. Бізде білесіздер, ол коррупция бәр жерде бар. Ол армияның ішінде де коррупция өте көп. Бізде армияның жағдайы жақсы емес. Өйткені ол жерде көптеген бөлініп жатқан қаражат ұрланады. Дұрыс техника алынбайды, дұрыс не алынбайды. Бір жағынан неде ғана қағаз жүзінде ғана осыншама танкіміз бар, осынша самолетіміз бар, осынша неміз бар дейді. Ол жерде ол танктардың жартысы ертең шыға ала ма, шықпай ма, ол екіталай. Одан кейін жаңағы біздің учениялар өте аз жүргізеді. Көптеген адамдар, сол жердегі офицерлер, солдаттар, олар білмейді анау техниканың қалай жаңағы не қылатынын. Сондықтан бұл, мен ойлаймын, біз үшін өте қауіпті мәселе. Мысалы, мен ойлаймын, бірден әскер кіргізеді. Ол бір кезде кіргізуі мүмкін. Потому что жаңағы дүниесін, экономикасын қорғау керек қой. Ал бірақ бірден Қытайдың негізгі саясаты, осы соңғы 1000 жылдықтың ішіндегі саясаты, экспансияны бірте-бірте істеу. Адамның өзі сезбей қалды. Шындық дегенде халық пен биліктің көзқарасы екі түрлі екенін білесіздер. Ақиқатта айтқандар үкіметтің алдында фейк таратушы немесе провокатор. Соңғы уақытта жер шетелдіктерге сатылады екен немесе көрші елдің 55 ескі зауыты көшіріледі, мыңдаған шетелдік жұмыскерлер тартылады екен деген сияқты түрлі қауесет әңгімелер тарап жүр. Халқымыз мұндай даңғаза әңгімелерге ермеуі қажет. Мұның бәрі дәлелсіз айтылған құрғақ сөз дейді. Барып көзімізбен көріп қайтсақ, ол бір ғана мысал дейді. Естеріңізде ме, осының алдында шығыста Қытай қаптап жүр деген бір видео жүктегенмін. Облыс әкімі Даниал Ахметовке арнайы хат жаздық, жауабы келді. Не дейді? Мойындады, бірақ біреу ғана екен, біз соны көріп қойыппыз. Шығыста бір ғана Қытай компаниясы жалға жер алыпты. Әкімнің сөзіне сенсек, шығыста басқа Қытай жоқ. Міне жауабы. Бұл құжаттың да толық нұсқасын арнаның Фейсбуктегі парағына жүктеймін. Сілтемесі төменде. Қысқасы, билік бізді
тағы өтірікші деді. Алдымен видеоматериалды қарап шығыңыз, сосын әкім қаралардың жауабын оқып көріңіз. Сілтемесі төменде. Кімге сенесіз? Билік бізді тағы да өтірікші демеу үшін мен әлгі қытайлық зауыттарды өз көзіммен көріп қайтайын дедім. Бір емес, 2 облысқа бардым. Алғашқы аялдама Шымшаһар. Шымкент дәмді ыстық тамағымен, жеміс-жидек қауын қарбызымен, шығыс базарымен бұрыннан танымал. Жасыл желегі жарасқан шым қалаға көршілеріміз бұрыннан көз алартып жүр. Қытай өз экспансиясын кейінгі жылдары тіпті өсіре түсті. Осы күнде жанар жағармайсыз күнімізді елестету қиын. Елдің бүкіл экономикасы мұнай өнімдеріне тәуелді. Қайта шүкірдеуіміз керек. Алла тағалам қазаққа мұнайды аямай берген. Бірақ бір қызығы, мұнай бағамы өссе де, төмендесе де, бензин мен сәләркі бізде жылдан жылға қымбаттай түседі. Рас, анда-санда 5-6 теңгеге түсетіні бар, бірақ артынан 10-15 теңгеге бірақ өседі. Оған біздің етіміз үйреніп кеткен. Тағы бір шүкіршілік айтатынымыз, мұнай өңдейтін зауыттар бізде бар. 3 ірі және 30-ға тарта ұсақ кәсіпорын. Әлгі үшеуі тозақта жаңғыр Қызыл империядан қалған мұра. Олар Атырау, Павлодар және Шымкентте. Өткен жылы бұл кәсіпорындар жиыны 16,5 миллион тонна жанар жағармай өндірген екен. Биліктің айтуынша, өзімізден артылған бензин кәрәсінді біз шетелге экспортқа шығарады екенбіз. Шетел дегеніміз ол қырғыз бен өзбек және тәжік. Бір қызығы, біз бензинді экспортқа шығара отырып, Ресейден сол бензинді қайта сатып алып жүрміз. Жарайды, оны қойшы, қыстыгүні қар сатып алса да билік өз әрекетін ақтап алады. Олар түсіндірген болады, біз түсінген боламыз. Жемқор, қараушы, ақмақ. Иә, біз бір-бірімізді сырттай сөгеміз де қоямыз. 30 жылдық нүржие біздің бетке айту иммунитетімізді өлтірген. Шымкентке қайтып оралсақ, елдегі жанар жағармайдың 30%-ын шығаратын зауыт Қытайға өтіп кетіпті. Тұтастай емес, кейбір ақпарат көздеріне сенсек, Қытайдың ұлттық мұнай корпорациясы Шымкент мұнай өңдеу зауыты активінің 50%-ын сонау 2005 жылы сатып алған. Міне осы кәсіпорында жұмыс істейтін қазақ азаматтарымен сұхбаттастым. Кесірім тиіп кетпесін, бет әлпеттерін жасырып беруге тура келеді. Не хочу на камеру. Сіздің түріңіз көрінбейді. Это турн меня сразу вычислят. Керек емес. Мозаикой закрою. Не пойдет. Жұмысыңыз қалай, ауыр ма негізі? Тогда ты скажи. А ты на русском скажи. Все продали уже. В Алмате аэропорт продали. А что здесь про завод говорит? Қытайлар алып қойды деген рас па негізі? Мен қайдан білем, ел айтып жатыр сөйтіп. Жұмысшылар айта ма осының ішінде? Иә. Негізі жалақыңыз өзіңізге жеткілікті ма? Бала шағаңызды асырауға? Жетпейді шын айтсана. Қанша тауып жүрсіз? Құпия болмаса. Айтпаймын. Біз айтсақ, мен фирмадан мен қуып жүреді жұмыстан. Маған жұмыс керек. Шығарады жұмыстан. Еңбек туралы біз айтпаймыз. А жұмысыңыз ауыр ма? Оңай деген жоқ. Любой жұмыс мұнда мұнаймен істеген ауыр. Ал по-любому здесь есть радиация, есть все свои минусы, а минусов здесь очень много. Оған өтемақы, компенсация бірдеңе бере ме? Денсаулығыңа зиян болды. Да, қойшы, брат. Ауруханаға қаралуға мысалға. Бізде жоқ ондай, брат. Ғани Шотаев Қытай экспансиясын айтып дабыл қағып жүрген жергілікті белсенділердің бірі. Стратегиялық нысанның жартысын алып көршімізге өз ықыласымызбен беріп қойғанымыз Ғанидың арқасына аяздай батады. Бұндай бірлескен жобаларда үлкен стратегиялық өте маңызды жобалар заводтарға шетелдіктердің кіргеніне мен үзілді қарсымын негізі. Өз ойым, жеке азаматтық пікірім. Солай
және де мысалы қиын жағдай болса қалай болады? Мына сұрағының кешіккен себебі осыны баяғыда сатып жіберген. Баяғыда несін бердім. Қазір ол жерде менің білуімше 1-2 жыл Қытай басқарады, 2 жыл Қазақстандық басқарады. Почти тең дедім ғой, баланс. Сондықтан да олар ойнаған істейді. Қытайлар өріп жүр жақта. Айтылмайды. В основном ключевой местеде және қадағалау процесінде. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да кез келген қазақтың жұмысшысын қушады. Қытайлар бұл зауытқа қанша қаражат құйды? Одан келіп кететін несі бар? Қолда бар құжатқа сенсек, қытайлық корпорация зауытты жаңарту үшін 1 миллиард 800 миллион доллар салған екен. Қытайлық компания бірақ жаңа жұмыс орнын ашпайды. Модернизациядан өткен зауыттың қанша өнім беретінінде белгісіз. Қаражатты Қытай мемлекеттік даму банкі Қазақстан даму банкіне 2017 жылы қарызға берген. Шымкентте Қытай көзін тіккен және қолын салған мұнай өңдеу зауыты жалғыз емес әрине. Бірнешеуі бар. Мәселе мұнай өңдеу зауытының стратегиялық нысан екендігінде. Қай ел, қай мемлекет өзінің стратегиялық нысанының жартысын көршісіне беріп қойушы еді. Бізден басқа бір елді атап көріңізші. Инвестиция тартылып, 30 жылдың ішінде көзіміз жетті. Басқа да, Қытайдан басқа да, Европаның дамыған компаниясының да түпкі мақсаты қазақтың қарапайым жұмыс үшін жарылқау емес. Совет өкіметінің құлауы Қытайдың экономикасын дамытты. Ал Совет өкіметінен дербестік алған 15 республиканың 2-үшеуі Евроодаққа кіргенде, қазір мынау әсіресе Прибалтиканың 3 республикасына барсаңыз таң қаласыз. Таң қаласыз. Конечно, кеше кеңес өкіметі кезінде де олардың жағдайы артық болды. Неге? Ұлт көшбасшылары олар артық ойлады. Ұлтын мақтаныш тұтты. Ұлтынан сатпады. Кешегі Россия билеп тұрған заманда, СССР кезінде. Егер өзіміздің қазақ, өзіміздің ауруымызды өзіміз емдегіміз келмей тұрғанда, басқа бізге кегі бар, жауап алғысы келіп отқан Қытай жақсылық қылады дегені шипсе қисынға келмейді. Басқасын айтпағанда. Басқа мемлекеттерде бізді дамып кетсін өзі конгресс болып демейтін рас. Мына дамыған мемлекеттерді, конечно, қалыптасқан демократиялық жолдан ауытқысы келмейтін рас. Масқара болсын келмейді бірақ Қытайға бәрібір. Масқара болсын ба болмасын ба, кешегі ұйғырларды бірінші халық саны көп жердегі түркілердің ішіндегі быт-шытын шығарғаннан кейін енді қазір қазақ пен қызығы өсті. Бұл тап-таза экспансия. Қытайдың 91 жылғы біз тәуелсіздік алдық деп қуанған кезде Қытай Орта Азияға өзінің лас заводтарын, өзінің мемлекеттік бүкіл сапасын жойып тұрған лас жерасты суын былғайтын, атмосфераны былғайтын заводтарды Орта Азияға қоныстандырудың жобасын жасаған. Неше мыңдаған адамдар соған зерттеп Орта Азияға алдымен Қазақстаннан бастау туралы шешім қабылдаған. Бұл завод деген нәрсе меніңше Қытайдың бүкіл экологиясын барлығын бүлдіріп біткен, экономикасын сол кезде сәл кейде керек болған шығар, бірақ біздің Қазақстан экономикасында түк те пайдасы жоқ. Біздің жерасты суымызды былғайды, атмосфераны былғайды. Былайша айтқан кезде біздің ол заводтан ешқандай ұтарымыз жоқ, тек қана ұтыламыз. Қытайдың 2 жоспары бар. Бірі шикізаттың ең түтін қалдығы ысын жерастына химиялық қосылыстың барлығы қазақ жерінде қалады да, тап-таза байлықты өз жерінде бір әкетеді. Бұл жерге салынған заводтың барлығына Қазақстанды қарыздар етіп, ертеңгі күні экономикалық тәуелділікті бір жасайды да, ертеңгі күні Қытай инвестиция дегенде басқа әлем бір түрлі қарайды, Қытай бір түрлі қарайды. Қытай инвестиция салған жерін біз жартылай отырладық деп есептейді. Қытай инвесторы келсе болды, бүкіл Шымкент байып шыға келеді дегенге жергілікті халық сенбейді. Қазақтың өз жері не қылып жатыр, күн көріп жатыр, қалай Қытайдың керегі жоқ, вообще керегі жоқ Қытайдың. Ол зауыттар осында жұмыс тауып береді дейді. Жоқ, рахмет ондай жұмысына. Өзіміз
жұмыс тауып бере алмай жатқан қытайлар жұмыс тауып береді дейсің ба? Өзіміз Қазақстан. Сіз не ойлайсыз? Не туралы? Қытайлық зауыттар керек па осы өңірге? Смотря қандай зауыт ол. Егер пайдасы болса керек, егер пайдасы жоқ болса, онда керек емес. Егер химический бір зияндар тиетін болса, табиғатқа зияны болса, онда керек емес. Керек емес. Неге? Не пайдасы бар қытайлықтардың? Өзіміздің Қазақстанда жұмыста жүргенде жүріп қой. Таңның атысы, кештің батысы таксовать етеді. Рас қой. Сөздің шындығы. Қытайдың завод өзіне соқсын, бізге керек не оны? Оны алып келіп, қаншама Қытай кіреді. Баяғы ата-бабамыздың қан төккен осы жер үшін сол Қытайға береміз ба? Или біздің қазақтың өзі соғамай ма сол заводты? Или біздің қазақтың балалары мыйсыз, болмаса ақыл жоқ деп ойлай ма? Оның бәрін біздің қазақтың балалары істей алады. Оны мынау жоғарыда отырған жаңағы кім Мұхтар Шахан батамыз айтпақшы, туфли жалағыштар, тексіздер отыр жоғарыда. Сол тексіздердің көзі құрыса, қазақ өседі, өнеді. Оқуы мынау істеп жатқан. Қара халықтың балаларын сол құл ретінде ұстап қалмақшы. Болмайды ғой ондай нәрсе. Қаншама қазақтың қаймақтары, қаншама ата-бабаларымыз осы жер, осы ұрпағым, осы елім деп еңіреген. Солардың бәрі не қылды? Міне қандай күйге түсіріп отыр. Қазір мына тепсе темір үзетін жігіттер күндік ауқат үшін табу үшін міне. Мынау шетелдің ескі 20 жылдық машиналарымен күн көріп жатыр. Бұл Шымкенттен Таразға апаратын күре жол. Қасында базар бар. Қытай құйған триллиондардың кімнің қалтасын қалыңдатып, қай елдің әлеуетін көтеретін бәріміз білеміз. Шымшаһар жұртының ол инвестиция шапағатын көрмегені айдан анық. Ендігі аялдама Тараз. Биліктен қысым көріп жүрген жергілікті белсенділердің айтуынша Жамбыл облысында қытайлық бірнеше кәсіпорын бар. Ірі деген қытайлық кәсіпорынның бірі Тараздың іргесінде тұр. Бұл завод бұрынғы біздің Қазақстанның, бүкіл Қазақстан бұрынғы бұл Совет Союзының ең мықты заводы болған Химпром деген завод. Қазіргі таңда жеке өтіп кеткен, жеке өтіп, ішінде Қытай азаматтары жүр. Не мақсатпен жүргенін білмейміз. 40 шақты, 50 шақты қытайстар жүр, Қытай азаматтары. Не мақсатпен жүргендеріміз білмейміз. Өздерінше кішігірім завод соғамыз дейді ма, сондай бір ақпараттар түсіп жатыр. Мен өзі жалпы қарсымын бұл Қытай экспансиясына, себебі бұл бүгін жұмысшыларын кіргізеді, ертең әскерін кіргізеді, сол сияқты бұл мен қарсымын, бұл 56 завод соғғанына қарсымын. Бұлар жайлап кіріп, өйстіп біздің Қазақстанның жерін алмақшы. Кәсіпорынның стратегиялық нысан екенін айттым, бірақ ол біз үшін ғана, яғни қазақ халқы үшін ғана стратегиялық нысан. Бізге жақындауға, түсіруге және айтуға болмайды. Камерамен жүргеніңді немесе дрон ұшырғаныңды көрсе, жауапқа тартыласың. Яғни, мен осы нысанды түсіре отырып, билік алдында қылмыскер атандым. Солай ақ болсын. Тағы бір кәсіпорын Тараздан 170-180 шақырым жерде тұр. Мерке ауданына қарасты Тәтті ауылдық округында. Бұл жол жөндейтін қытайлық компания. Қиыршық тасты өңдеп, асфальт төсейді. Пандемия кезінде өзіміздің отандық кәсіпорындар екі қолға бір күрек таппай жүргенде, шетелдік кәсіпорындар бізде жұмысын дөңгелетіп отыр. Бұл компанияда маңына адам жуытпайды. Дрон арқылы түсіріп алдық. Охраняемый объекттер болса, ол жерде бұл дронға қарсы глушилкалар болуы мүмкін, және де кез келген нәрсе болуы мүмкін. Ат түсіру мүмкін бе? Ол да мүмкін. Жұмысшылар арасында жергілікті тұрғындар бар көрінеді, бірақ еңбек ақысы қытайлықтардан әлдеқайда төмен екен. Мұнда кімдер жұмыс істеп жатыр? Қытайлар жұмыс істеп жатыр. Не істейді бұл қытайлар? Жол істеп жатыр. Сосын
Көп пе жұмысшылары? жүреді ғой Қытайға, бар ғой. Бар ғой, жұмыс істеп отыр, жыбырлап отыр. Қазақтарды жұмысқа ала ма? Оң, байқамадым. Ал бұл Тұрар Рысқұлов ауданына қарасты Құмар кентінің қасында тұрған кәсіпорын. Үй ішінен отау тіккеннің көкесі Құлан ауылының іргесінде тұр. Мұнда қытайлық мекеме Қытайдан келген жұмысшыларына арнап бірнеше жатақхана соғып алған, дүкендеріне дейін бар. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл компрессорлық Қытай компаниясы көгілдір отынды өңдеп осы жерден құбыр арқылы тікелей Қытайға жіберіп жатқан көрінеді. Ал біз болсақ, елордаға әлі күнге газ тарта алмай жүрміз. Қытайлық шағын ауылдың ішіне кіру мүмкін емес. Маңын көлікпен бір айланып өттік. Ассалаумалейкум, жігіттер. Ассалаумалейкум. Қазақтарды көре қалсаңдар, сөйлеспеңдер деген нұсқаулық алған болар. Аман сәлемімізді керек қылмады. Тараздық белсенділердің айтуынша бұл қытайлық ауыл ішінде дүкен, дәмхана дегеннің бәрі бар. Жамбылдық жігіттердің қытығына тиюі мүмкін. Дегенмен бір ақпаратпен бөлісейін. Қытай жұмысшылары күнде кешке жеңіл жүрісті қыздарды Тараздан алдыратын көрінеді. Енді бұлар қалай болса да өздер специалистерін алып келуге тырысады, Қытайлар. Басында біз Қазақстан специалистер аламыз деп айтады. Соның бәрібір өз специалистерін алып келіп жұмыс етеді, қалай болса да. Ішінде жүр қытайстер, заводтың ішінде, өздерінше мемлекет ішінде сыртқа шықпайды, не істеп не қойып атқан Құдай біледі. Мынау Қытай азаматтары өздерін жүрістері тура өз жерінде жүреді. Ешкімді менсінбейді. Біздің қазақ тілді менсінбейді, өз тілмен сөйлеседі. Сол сияқты қазірден бастап бұлар сөйтіп жүре берсе, мен білмеймін, кейін бұлар көбейіп кетсе не боларын. Қысқасы, қытайлардың қалтасы қалың. Олар жезөкшеден де, биліктен де ақшасын аямайды. Бәлкім қытайлық компаниялар біз ойлағандай емес шығар. Мүмкін олар қазаққа шынымен жан ашып, барымен бөліскісі келген болар. Материал бір жақты болып қалмасын. Жамбыл облысында қанша қытайлық кәсіпкерлер жұмыс істеп жүр? Олардың жұмысы қандай, не бітіреді? Осы сұрақты біз Жамбыл облыстық әкімдігіне келіп қойған едік, алайда біздің шенеуніктердің жақсы ойыншы екенін білесіздер. Олар не шахматшы, не футболист. Бізді басқа басқармаларға жіберіп әуре болды. Шенеуніктер қайда тепсе, қубасымыз сонда домалап үйреніп қалған халық емеспіз ба? Әкімдіктің сілтеуімен кәсіпкерлікті қолдау басқармасына келдік. Әлгі Қытайлар қаншалықты қаптап кетті деген сұраққа жауап іздеп жүрміз. Бұл кісілермен өте қиын. Сұхбат алу, сөйлесу, себебі бюрократия аяққа жібереді, мияққа жібереді, қағаз жүзінде шығасын, ответі жөнді келмейді. Сонымен өздері шығарады да қазақ шықпай жібере салады. Арқан қағып жібереді, анау дұрыс, мынау дұрыс. Абай қызметтер өте нашар. Ешқандай не жоқ. Бетіне қарап тыңдамайды жөнді. Постоянно футбол етеді, анау неден әкімшіліктен әкімшілікке футбол етеді, нақты жауабыма ешқандай жауап бермейді ешқашан. Бұл жаңағы қарапайым сұраққа жауап іздеп келген үшінші мекеме. Футболистер бізді тағы да шығарып жүрді. Бұл жердегі басшының айтатын уәжі қандай? Маған әкім орынбасары ештеңе ескертпеді. Менің жоғарыдағы басшыларым ешқандай сұхбат берді. Айтпады, қысқасы сау болыңыздар деп шығарып салды. Кәдімгі футболдың бірнеше түрі бар. Америкалық футбол, еуропалық футбол дейді. Азиялық футбол дегенде естіп пе едіңіз? Өз басым естімеппін. Есесіне мен бүгін бір жаңалық аштым. Қазақы футбол деген бар. Бірақ қазақы футболдың әлгілерден айырмашылығы, біздің ойынды ойыншылар ойнамайды, қарапайым халық ойнамайды. Мұны элиталы шенеуніктер ғана ойнайды. Бірақ ол футболды доппен емес, адамның қубасымен ойнайды. Тірідей әр басты тепкілейді. Гол. Сіздер мені
көлеңкесінен қорыққан біреуді ойлауларыңыз мүмкін, бірақ мына бір қызықты айтайын. Осы Тараз қаласында әкімдіктері бар, басқармалары бар. Ала көйлекті қара дорбалы бір жігіттің соңымыздан қалмай жүргеніне біраз уақыт болды. Солай ма, Мәке? Байқадыңыз ба? Иә, байқаған кезде сол обл акиматтан бастады, сонымен әлі артымыздан жүргеніне бір 2 сағат болды жүрген артымыздан. Сіз де байқадыңыз ғой деймін, Нұреке? Қандай машинада жүр өзі? Машинасын көре алдыңыз ба? Машинасын көрмедім, бірақ жаяу артымыздан тоқтаған жерден жүріп отырды. Бәлкім біздің биліктің жаңа технологиясының дамығаны соншалық, олар көлікпен емес батыс америкалық кинодағыдай телепортациямен қозғалатын болған шығар. Ақыры аймақ басшыларымен әңгіме дүкенін өткізу мақсатымыз Голливудтық шым-шытырман оқиғалы киноға айланып шыға келді. Ескерте кетуім керек, мұндай ақпараттар шыққанда биліктің ресми ұстанымы бөлек. Ал блогерлер шеттерінен суайды. Тек ресми ақпаратқа сеніңіздер дегенді айтады. Қысқасы, мен осы репортажда жариялаған ақпараттың бәрін Тараз бен Шымкент шенділері теріске шығаруы әбден мүмкін. Бір өкініштісі, Қытай компанияларының елде қаптап жүргенін бәріміз білеміз. Олар кез келген салада жұмыс істеп жүр. Олар просто кіргеннен кейін, бір басын тығып алғаннан кейін уже басқаша не болады ғой оларда. Олар білмеймін енді. Дұрыс емес деп ойлаймын енді. Мен мойым. Ар жақтағы по-любому мен шеше алмаймын ғой, басқалар шешкенін менде. Маған как-то нейтрально к этому отношусь. Олар жамандық істейді бізге всегда. Қандай жамандық? Жамандық дегенде. Айтады солай естимін мен үлкендерден. Сіз қарсысыз? Иә, қарсы. Енді Қытайлар халық өте тығыз, өте көп, жаңағы 1,5 миллиардқа жақындаған дейді ғой. Поэтому әрине олардың жері тар, сонда келешекте олар жер кеңейту амалдарын ойлау, ол естественно, кез келген адам соны ойлайды өте ұрпақтары қалай болады. Сондай қауіп болуы мүмкін енді. Бізде ешкімге біз мұқтаж емеспіз, біз енді Аллаға шүкір өзіміздің тәуелсіздігі бар халықпыз ғой, Аллаға шүкір. Мен ойлаймын өзіміздің ешкімге біз тәуелді емеспіз, ешкім бізге завод. Бір сөзбен айтқанда завод бізге қажеті жоқ. Білмеймін, мен Қытайларды жақсы көрмеймін өзім. Басып алады біздің Қазақстан жерін. Қытай қаптап кетеді. Конечно, ол завод соққаннан кейін қандай түтіні болады, несі болады. Өсіп келген ұрпақтарға қиын ғой. Қытай экспансиясы біз тәуелсіздік алғалы жүріп жатыр. Бірден баса көктеп кірмеді әрине. Асықпай, анық басып, басшылармен келісіп, заңды түрде кірді. Мені бір сұрақ алаңдатады. 55 зауыт салдырмаймыз деп біз енді шулап жатырмыз. Ал олар бұрыннан бар. Бұл шудан нәтиже бола ма? Қытай кеп мына жерін жарқасты жіберді деген әлі үштеме естіген жоқ. Қытай кеп қазақты бағып жатыр деген әңгіме тек өмірім естімеген мен. Тек қана Қытай қарызын алады. Мына тоқырау заманы келгенде, өкімет тарған кезімізде біздің өзімізде осы Қазақстанда 36 миллион, 37 миллиондай малымыз бар болатын. Сол малдың бәрін біз Қытайға өткіздік, жүнін өткіздік, үстіндегі шикізаттың бәрін өткіздік. Ол нағыз керек сырьёның бәрінен айырылып қалдық. Және де сол малдың өзінің бәрін беріп алдық та, қазір сол малды қайтадан сондай асылдандыру, мынау меренос малдарды қайтадан келтіре алмай жатыр. Қарапайым халық бәрін байқап жүреді ғой. Может, биліктегілер оның бәрін білмейтін де шығар. Бірақ бізге олар енді жарылқап жіберетінге мен сенбеймін, айналайын. Біздің мемлекет әртүрлі жаңағы министрлер осындай өзінің жобасының есебін бізге көрсету керек, халық талқылау керек. Әлде кеш емес. Біз енді кеш қалсақ, онда 56 заводына келсе, біздің елге емес, мына Орта Азия елінің барлығына бүкіл былғаныштың ең үлкен отауын тігіп болып, ертеңгі күні мәңгі құтылмайтын қасіретке айналады. Әлі де кеш емес, халық ояну керек. Олардан кейін тек қана қалай, орысша айтқаны после нас только потоп. Отношениялар сондай ғой біз олардың. Олар келеді, суды ластайды, жерді ластайды. Олардан істеген еңбектерінен кейін ол жерде еш нәрсе өспейді. Адамды тірілту керек хозяинды. Хозяин Нұрсұлтан емес. Хозяин сен, мен, екеуміз емес, және 18 миллион бар. Хозяин тірілу керек, қожа болу керек. Қырғыздың Мырқымбай Тақтар жігіттерінің
тірлігіне таң қалдым. Өзімі тексіз екенін сезіп қойдым, қазақтың қырғыздан төмен екенін сезіп тұрмын. Осында қазақтың қырғыздан төмен екенін жігіттер көбірек айтса, қазақ намыстанбай жүр. Өзінің елінде өзі болғысы келмей жатыр. Және полиция ұрады ғой деген нәрсе, қырғызды ұрмай жатыр ма? Анау шошқаның етін жейтін ұрмай жатыр ма? Қамалмай жатыр ма? Сондықтан қорқақтықты мойындауымыз керек. Тексіз екеніміз ғой деп мойындау керек. Адам ауруына жазылу үшін бірінші диагноз қояды, сосын бір дәрі ішеді. Жоқ, әлі де кеш емес. Бұл негізі өте қауіпті мәселе біздің ел үшін, біздің мемлекет үшін. Өйткені ол Қытайдың жаңа 56 заводы, тек қана жаңа ол заводтар ғана келмейді, олармен бірге біріншіден адамдар келеді. Екіншіден, қазір мына өткен жылы 20 жылы қазанда Қытайдың жаңа парламенті осындай бір заң қабылдады. Ол заңда жаңа Қытайдың армиясы шетелдік басқа елдерге кіруге құқығын берді парламент. Қандай нелерде, қандай мәселелермен? Ол мәселен Қытайдың бір заводтары басқа мемлекетте болатын болса, немесе сол басқа мемлекеттегі жүрген қытайлардың бір жаңағы несіне құқығына, немесе олардың қауіпсіздігіне бір не болатын болса, угроза болатын болса, онда Қытай өзінің армиясын сол мемлекетке кіргізуге болады. Немесе өздерінің инвестицияларын қорғау үшін деп сөйтіп жазылған сол заңда. Қытайлық инвесторлардан қауіп жоқ. Белсенділер бүйректен сирақ шығарды дегенді билік жиі көтереді. Қауіп бар ма? Әлде шынымен бекер байбалам салып жүрміз бе? Өздеріңіз саралап көріңіздер. Тимоти Хит есімді Рэнд корпорациясының халықаралық қауіпсіздік жөніндегі аға зерттеушісінің айтуынша, Қытай Африка елдерінде ашық колонизация жүргізбеген. Қытай Африкадағы билік элитасын сатып алып, сол арқылы шикізат нарығына қол жеткізді. Олар өздерімен жұмыс күшін көптеп ала барған. Сосын Африка нарығын арзан Қытай тауарымен толтырыпты. Қытай тауарына жергілікті кәсіпорындар әрине бәсекелес бола алмады. Ақыры Африка елдерінің нарығы толықтай Қытай иелігіне өтіп кетті. Бұл естеріңізге ештеңені салмай ма? Қытайдың бір белдеу бір жол саясаты Африкадағы 37 мемлекетті өз ықпалына жықты. Қытай осы күнде бұл елдердің нарығын толықтай билеуге көшкен. Бас көтеріп, Қытай экспансиясына қарсы шыққандар бар әрине, бірақ тым кеш. Нигерия, Замбия және Танзания сияқты елдерде Қытай әскері осы күнде емін-еркін тайраңдап жүр. Ал алғашқы әскери база 2017 жылы Джибути елінде құрылған. Әскери базалары заңды. Қытай өзінің экономикалық қауіпсіздігін қорғап жүр. Африка елдері бізден алыс дейсіз бе? Онда қылышының қандамған кешегі Қызыл империяда бізбен бірге болған Тәжікстан Республикасына қарап көріңіз. Тәжік билігі Қытайға 1,5 миллиард доллар қарыз болған екен. Соншалықты көп емес, бірақ Тәжікстан осының өзін қайтара алмады. Ақыры 2013 жылы тәжіктер Қытайға 1,5 мың шаршы шақырым жерін беріп, зорға құтылды. Ал біз Қытайға кейбір деректерге сенсек 11 миллиард доллар қарыз екенбіз. Ресми деректер бойынша берешегіміз бұдан әрине 10 есеге аз. Бірақ билік Қытай мемлекетінің алдында біздің қарызымыз бар екенін жасырмайды. Енді бұған әлгі ұзақ мерзімді инвестиция түрінде келіп жатқан 55 зауытқа салынатын қаражатты қосыңыз. Анау күні 56 заводтардың бәрін қарап шықты жобаларын. Біріншіден қараңыздар, қаражаты суммасы сол ненің заводтардың көбінесе жаңағы өтірік суммаларды жазған. Біз көріп отырмыз, жаңағы бір ферманы бірнеше миллиард доллар деп жазған. Ол неғылған ферма бірнеше миллиард доллар тұратын. Ондай фермалар болмайды, дүние жүзінде жоқ. Ол жерде ақтап шығару мүмкін емес. Ол бір ертең ол жерде бір опиумны мак немесе бір нәрсе өсірмесе, немесе бриллиант шығармаса ол жерден алтын. Сонда ғана ондай нені инвестицияны ақтауға болады. Ал екінші мәселе, олар бірнеше миллиард деп сол қазір қағазда жазылатын болса, ертең біздің мемлекетіміз қарыз болып болады ғой Қытайдың. Соншама миллиард деп жаңағы внешний долг болып жаңа оның бәрі жазылады. Сондықтан біз көріп отырмыз, ол жобалардың ішіндегі жаңағы цифралары көбісі өтірік. Бұл деректерді айтпақшы кейбір азаматтар Кремльдің араңдатушы саясаты деп біледі. Қытайдан қауіп жоқ.
нағыз жауымыз солтүстікте дегенді айтады. Кімдікі рас? Мен өз басым солтүстіктен жасқанып шығысқа бет бұруымыз керек, немесе шығыстан қауіптеніп Кремльдің қол астына өтуіміз керек деп ойламаймын. Екеуі де қауіпті, бірақ қауіп көршілерімізден келді ме деген сұрақ туындайды. Текті адам кемшілікті өзінен іздейді, ал тексіз біреуден көреді. Бұл сөзді Қытайдың Қоң әулиесі осыдан 2,5 мың жыл бұрын айтып кеткен екен. Қоң әулиені кейбір елдер Қоң-зы деп біледі, ал батыс оны Конфуций деп таниды. Біздің заманымызға дейінгі 500 жыл бұрын өмір сүрген Конфуцийдің бұл сөзі 21 ғасырдағы қазақтың бүгінгі күнін суреттеген дейді. Иә, біз орыс империализмі мен Қытай экспансиясы туралы жиі айтамыз, айқайлаймыз, шулаймыз. Аю орыс пен аждаһа Қытайға тіл тигіземіз. Ал қақпамызда айқара ашып, оларды төрімізге шығарған кім? Егер бөтен ел өз бетінше баса көктеп кірсе, ол оккупация болатын еді. Бірақ Құдайы көршілеріміз әзірге әскер кіргізген жоқ. Инвестиция сал немесе қарызға бізге зауыт салып бер деп әлгі көршілерімізді төрімізге шығарған біздің басшылар емес пе? Яғни қателік кімнен кетті? Сіз не ойлайсыз? Осы видеоның астына пікір қалдырыңыз. Арнаның сілтемесін барынша тарата жүріңіз, қымбатты ағайын.